Сәлем достар, менде алдымда не конкурс деген болатын, осы аккаунтқа. Сол аккаунтқа конкурс дегенде не болды? Мына бір адам қайт не көрсетейін. Осы адам қатысам не жазып кеткен, участвуй деп тұр ғой, сонда сол хабарын естіген. Содан қатысам деді, мен каналыма подписаться етті де, інімнің каналына подписаться еткен жоқ. Ана Грозный Бол, Быстрый Ворон, Крутой Спайк, олар подписаться етпеген. Ана Макс Плей деген мені алдап, каналымды да алып кетіп, сосын осы аккаунтты да алып кеткісі келген. Мені участвуй деп жазып кеткен, өзі подписаться еткен жоқ. Мені оған подписаться етпей-ақ қойыңыздар. Мені алдап кетуге құрттай қалды. Сосын мен сізге бір нәрсе көрсетейінші. Мына қараңыз, Инстаграм. Мен өзімнен басында қалайтын паролімді ұмытып қалғанмын просто. Куброда конкурс болды достар. Білесіздер ме, Куброны кім қарайды? Міне. Қазір басына бастайық. Это Лото ТВ, я из Ютуба понял, когда конкурс, ты мне аккаунт, а тебя включаю в конкурс, да, ден. Ол ден сосын конкурс басылады дегенде, қашан болады дегенде, екінші конкурс қашан болады дегенде, ол айтқан маған қайтын. Мен ойладым, 1000 подписчик болғанда істейтін боламын деп, бірақ қазір істемейді конкурсты. Мен жарайды істеден. Только приход будет поменьше. Могут где-то обещать, но без согласия. Мне да, деден, тогда жду конкурс, давай, деден. Какой следующий? А ты аккаунт тогда дашь, дед? Мне, конечно, деден. Не, я тебе мне оқыңыздар өздеріңіз. Конкурс могу сделать, пока не поздно. Мен конкурстан сосын какой, дед? Давай я сделал тебе спонсор, а ты мне аккаунт, а то на следующий конкурс уже там, уже за деньги, дед. Да, делай спонсором, дедім. Так, давай аккаунт и сделаю спонсор. Не, как дед аккаунт, я не знаю паролін. Не, мен деген аккаунтты қалай беретін білем, просто өзімнің гмайлын жазып, өзімнің электронный адрес жазып, осында басқа біреудің адресін жазу болады. Қазір мен біреуден аккаунт ұрлап қарайтын боламын, қазір емес. Келесі видеода мен сіздерге қалай аккаунт ұрлайды екен көрсететін боламын. Так, просто не знаю паролін. Так, поменяй пароль. Сейчас я поменяю. Мен парольді ауыстыра білмеймін. Ана негізі пароль сұрамайды. Сосын сейчас ешеуден я помню, я менял как-то, мен сөйтіп өз немді жаздым. Нөмірімді сосын пароль жаздым. Скажи свой электронный адрес, я узнал, когда аккаунт алып. Мен кеш ол мен взломать етіп атқанын біліп қойып, мен оны взломать етіп алайын дейін, бірақ ана болған жоқ. Бір нәрсе келу керек дедім. Мұнда восстановление аккаунта деп тұр, Лото ТВ. Мен аккаунтым Лото ТВ міне. Восстановление деп тұр. Сосын менен даны бастым. Мен нетті бастым, это мой аккаунт дедім. Сосын оған тек қана код қалды. 386 там другой должно прийти, у меня так дедім. Скринмен жібере алмай тұрдым. Ол деміне аккаунтын алып кеткісі келді. Сосын оған бермей қалдым. Мен оған старый, байқамай старый немді жіберіп қойғам. Оған менің ескім 300 кубок бар аккаунтын түскен. Сосын фото жібердім. Өзімнің скриншоттап. Так, это совсем другой электронный. Мой пароль именно жашыл. Болды, міне достар, осындай. Мен енді білдім. Алданып қолы құртты қалдым. Ал достар, канал лайк басып подписаться етейік. Мен келесі видеода қалай аккаунт ұрлайды екен көрсететін боламын. Бірақ нубтарға істейтін боламын. Кішкене 5000 кубок нубтарға істейтін боламын. Нуб емес проларға да істеп көремін. Давай, сау болыңыздар.